Парижде бөлімі Эстония, Латвия, Австро-Венгрия, Польша, Швейцарияны аралап, талай күресті көрген Мұқан әбден шынығып, жауырына жерге тимеген атақты палуан болды. Талай палуанның атағын естіп, кездесуге құмартқан болса, талай палуандармен күресіп те, кездесіп те жүрді. Туған даласын сағынған жігіт болып өстіп, несібе менің дүзден, кім бар екен елінен күдер өзген. Есіме туған елім түскен уақта жас домалап түседі екі көзден деп өлең айтатын болды. Денесі толысып, жасы 30-дан асты. Енді елге қайтпаса болмас деп жүргенде, Дубный Ригадан бір топ палуандарымен келді. Оны көргенде туысқанын көргенде қуанатын Мұқанның әдеті еді. Екеуі сайрандап әңгімелерін соқтырды. Мұқан, енді ұзамай Парижге жүреміз. Онда жер жүзінің атақты палуаны түгел қатысатын болыпты. Біз күресіп көрмеген Францияның Паушина, Италияның Стругменті, Австралияның Розбакия, Германияның фон Кенигі, Ганс Каваны, Англияның Лон Пулы, Түріктің Қара Мұстафасы, Қажығалиы, Индияның Прохфы, Японияның Саркеккиі келмекші екен. Кеккиі бұл адамдардың аттары Қажымұқанның өз айтуы бойынша жазылды. Солармен күресіп дүниежүзілік палуандар алдында күшіміздің мөлшерін көреміз деді. Кездесе алмай жүрген палуандарының атын естіп, Мұқан қатты қуанды. Сағынған елді де ұмытып, жүретін күнді асыға күтті. Ертеден кешке дейін аңсаған, күні-түні ойлаған сат түске де кірмей қоймайды ғой. Күреске ынтыққан Мұқанның түсіне кіретін де сол күрес. Тіпті адамнан бөлек біреулермен жұлқысып, аю арыстандармен алысып жүргені түні бойы. Кейде айқайлап, төсегінен ұшып тұратын да әдеттері болды. Ояна келсе, еш нәрсе жоқ. Жанындағы жолдастары саған не болды деседі. Түс көрдім. Не түс? Қара аюмен алысып, бас терісін сыпырып тастадым. Онда ертең шошқаның етін жейсің, жата ғой, деп күлісетін. Жоқ, әлгі Парижге қашан жүреміз осы? Франция өкіметі ағылшынның палуандарына рұқсат бермей кешіктіріп жатқан көрінеді. Онда ағылшындардан қорыққаны ма? Француздар қорықса, біз-ақ күресеміз ғой. Олар палуанынан қорықпайды, досым, жансызынан қорқады. Ағылшындар бір жаққа қайыршы жіберсе де, қасына шпионын қосып жіберетін әдеті бар ғой. Сонысынан қорыққан болар. Сонда шпион палуанмын деп келеме? Палуанмын деп те келеді, палуандарды басқарушымын деп те келеді. Тіпті сол палуандарының біріне қызметші болып та жүре береді. Сен барған соң шпионды сезсең, маған айтып қой. Мен бір ыңғайын тауып, еліне сүйегін қайтаратындай қылайын. Қайтып палуан арасында жансыз жүрмейтін болады. Орыс палуандарына күмәндануы болмаса да, ағылшын түріктермен келісіп алғаннан соң барып, бұларға да рұқсат етілді. Дубный, Мұқан, Мартынов, Иван Корень төртеуі дүниежүзілік күреске түспек болып, алғашқы рет Парижге жүріп кетті. Туған елден келген палуандарды тосып алған Россия елшілігінің кісілері қонақтарды алдын ала лайықтаған орындарына орналастырып, тиісті құрметін істеп демалғызды. Басқа елдің палуандарын өз өкілдері дәріптеп, суретке басып, бойының ұзындығын, жауырынының кеңдігін көрсетіп, салмағын айтып, жарнамалар таратып үлгерген еді. Сол кездегі Франциядағы Россия өкілдігінің мәдени байланысын басқарып отырған Степан Николаевич отан намысын барлық өмірден жоғары ұстайтын кісі еді. Екі сөзінің бірінде Россияның таласқан иті де жеңіп шыққанын тәуір көрем дейтін. Сонымен қатар мәдениетті, ұқыпты адам еді. Россия палуандары қатынасатын жарыс хабарын алғаннан жар құлағы жастыққа тимей, шетелден келген палуандарды қалайда бір сылтаумен барып көріп, киген киімдерін, күтімін бақылап, суретін басқан жарнамаларын алдырып отырды. Палуандар келетін күні олардың жататын жатақханасына жарнамаларды жағалай жапсырып тастар еді. Палуандардың көзі еріксіз соларға түсті.
Олардың ішінде аса әшекейленіп істелгендері немістікі болатын. Онда үлкен етіп екі басты самұрықтың суретін салып, екі жақтауын емен ағаштың жапырағымен көмкеріп, үш палуанның суретін бірге салыпты. Ортадағы суретті өте үлкен етіп көрсетіп, астына анс, бойы 4 кез, иығы 1,5, салмағы 11 пұт деп жазыпты. Екі жағындағысының бірін фон Кеник дегенде, екіншісін Ганс Каван деп жазыпты. Бұл үшеуінің ортасына жер шарының суретін салып, бейне бір футбол ойнап жатқан тәрізді етіп келтіріпті. «Иә, біраз салмағы бар екен», деді Иван Корин баяулау дауыспен. «Ол не?» деді чемоданынан бір затын қарап әуреленіп жатқан Мұқан. «Мына бір немістің палуанын айтамын». «Неше пұт екен?» «11 пұт». 18 пұт темір иығыңда шелек көтеретін иін ағаш болып жүр емес пе? Оның 11 пұтына соншалық неге таңырқанасың? Темір де бұл әрекет жасайтын адам емес пе? Адам болғанда 11 пұт түгелімен күштің салмағы емес қой. Оның ішінде кебісі де, ішкен асы да бар ғой. Қобырап тұрған денесі шындап сығылса қу сүйегі қалмай ма? Деп барбиған бармағымен чемоданын жапты Мұқан. «Сенің де күшіңді көрерміз, Чорный», деп күлді Иван. «Көрініп келетін түйедей үлкенді көтеріп соғуға жақсы. Жердің жарығынан шығатын тышқандай палуанның кішкенесі жаман. Мен үлкенге таңырқамаймын да, одан қорықпаймын да». Айтпақшы, сені тышқаннан қорқады дегені рас па? Әне, төсегіңнің астында тышқан жүр. Айтпа ондай жаман сөзді, деп елең еткен Мұқан еңкейіп темір төсектің астына бір қарап қойып, «Мен онан қорықпаймын, құрғырдың шиқылдағанынан қорқам. Тегі соның дыбысын есіткім келмейді», деп тұрды да қабырғадағы суреттерді қарады. Олардың арасындағы биік жарнамаға көзін сығырайта қарап, «Мынау бастарына қызыл сәукеле киген орақ мұрындар кім? Көйлектері қалай ұзын? Қай елдікі? Жазуын оқып берші, Иван», деп Коринге қарай бұрылды. «Олар сенің туысқандарың, мұсылмандар». «Қайдағы пұсырман? Мұндай ұзын көйлек басына сәукеле киген пұсырман бола ма?» «Болады. Бұларды түріктер деп атайды». Мұның Қажығали қайсысы екен? Ортада тұрғаны, мына екі жағындағысы Қара Мұстафа, Мырза Ахмет деген палуандары. Астындағы арабша жазуын оқымайсың ба? Мына толып жатқан Шимайдың қайсысы арабшаң? Деді бір жазуды сұқ қолымен нұсқап. «Арабша жазу сол». Арабша дегенің құмға басқан құмырсқаның ізіндей қиқы-жиқы бірдеме екен ғой. Мұнымен түріктің палуандарының кім екенін айыруды маған Құдай бұйыртпады. Бұйыртпаса бұйыртпасын. Шиырмен басымды қатырмай-ақ өздері келіп қолыма тиер. Мүмкін, оны сен көрмессің, сенімен күреспесте». «Қалай көрмеймін? Олар күреспесе Парижге шошқа тағалағалы келе ме? Олардың пайдалы жерінде діншілдігі күшті. Егер сен өктем жыға бастасаң, олар мұсылманбыз деп күреспей қояды. Бел ұстасқан күш әкесін танымайды дейді әжем. Әкесін танымайтын күрес пұсырманды, бұл Мұқанның өз тілі. Не қылсын, мен жығылып Құдайдан иман сұрамаймын, деп қабағын түйді. Палуандар моншаға түсіп, киімін ауыстырған соң, олардың тұлғаларымен танысуға Степан Николаевич келді. Ол өз елінен келген азаматтарды сағынған бауырмалдықпен қарсы алды. Ел тұрмысын, өз бастарының хәл-жайларын, жолай көрген қиыншылықтарын сұрады. Әңгімелесе отырып, «Мына күресетін палуандарыңның аты жөні, тұлғасымен таныстыңдар ма?» деп жарнамаларға қарай мойнын бұрды. Көріп жатырмыз. Түрін көріп, толқыған жүрек жоқ па? Сурет көріп шошитын кісінің күресте несі бар? Біздің Миша Мұқанды жолдастары солай атайтын. Олардың салмағының жартысы картоп пен су, онысын сығып тастаса, сүйегі жеңіл болады дейді. Сескенген кісі соны айта ма, мырза? Ол қайсысы? Деп қатар отырған палуандардың бетіне қарады. «Мынау», деп Дубный қасында отырған Мұқанға бетін бұрды.
Степан Николаевич мейірімді шыраймен қадала қарады. Бұл қай ұлттан? Киргиз. Біз киргиз деп Орал өзені мен Қытайға жеткенше ен даланы алып жатқан елді айтамыз. Оның өзі ұлтқа көңіл бөлмегендіктен айтылған сөз. Болмаса, онда қазақ, қырғыз, қарақалпақ, өзбек деген ұлттар бар. Олардың қайсысынан қазақ қай жердегі? Есіл бойындағы Сарытерек болысынан. Енді түсінікті. Нағыз қазақтың өзі екенсің. Ол орта жүздің жері ғой. Мен бір кезде Ақмола облысында Торғайда болғаным бар. Қазақ шыншыл, ақпейіл, меймандос ел. Ешкімнен жасқанбай жаңаны жақтағыш ел. Оның Шоқан, Ыбырай сияқты орыс ғалымын сүйген кісілері болған. Білдім енді. Мұқанға жақындап, мектептен үйреніп шыққан өнерлерін сұрай бастады. Ол әңгімесінің аяғында күле сөйлеп, мына палуандардай жарнама жасап, суреттеріңді көрсетіп, мақтанамыз ба? Деді. Үндемей қалған палуандарды бір шолып, Дубный, соның керегі қанша? Біз суретімізді көрсетіп, мақтанбай-ақ, құдіретімізді көрсетсек болмай ма? Өзін-өзі мақтаған өлімнің азақ алдында деп, мақтаншылық еліміздің салт емес. Ал басқаларың не айтасың? Сен айтшы, қазақ Мұқан Мұңайтпасов. Дубный дұрыс айтады. Жарнама жазып, көрсеткен аюды алып ұрып жыға берсек, жарнаманы көрген елдің өзі жазбай ма? Мен де соны ойлап едім. Түстеріңді көрсетпей-ақ, күштеріңді көрсете бер. Бірақ көп ұлтты Россияны бір костюмге тықпай, Кавказ, Украин, сибирліктер ұлттық киімдеріңмен көрініңдер. Тек намыстарың бір болса болды, деді Степан. Сөйтіп әр ұлттың сырт киімін дайындатты. Мұқанға қазақтың түйе жүн шекпені табылмады. Сондықтан басына ақ түбіт қалпақ, үстіне бұхардың жібек шапанын кигізді. Дүниежүзінің палуаны жиналған Париждің циркіне Мұқан ала шапанмен кірді. Халықаралық палуандардың күресін басқаратын аралас комиссия алғашқы 2 жетіні сол палуандардың қара күшін көрсетіп, көпшілікке таныстыруды ұйғарды. Капитализмнің тұңғиығына бойлай кіріп, паңданған Европа мемлекеттерінің дипломаттары феодализмнің жетегінде жүрген Россияға ұсақ-түйек мін тағып күлкісі келетін еді. Палуандардың жарнамасын жапсырып, суретін көрсете алмай отырғанын бейшаралық деп түсінді олар. Келгендердің қонақ үйі болып отырған мемлекет Франция болса, ол алдыңғы көрініске Россияны ұсынды. Россия жағынан комиссияның мүшесі болып кірген Степан Николаевич бұл ұсынысты ашықтан-ашық қабылдамады. Біз қоғам құрылысы мен мәдениетіміз жағынан Европаның біраз елінен кенде қалғанымыз рас. Палуандарының бейнесін көрсету үшін кешегі ілінген жарнамалар Берлин, Лондон, Стамбул сияқты қалалардан басылып келген. Біз ондай жарнама әкелген жоқпыз. Оның үстіне Англия, Германия сияқты дүниеге белгілі елдерді аралаған атақты палуанымыз жоқ. Темір қанат бүркіттің балапанындай жаңа ғана түлеген жас палуандарымыз көпшіліктің алдына кейінірек шықса да болады. Олар дүниежүзілік күресте сыпыра жығып, жүлде алғалы келген жоқ. Өскен елдердің өнерінен үлгі алғалы келіп отыр. Россия палуандары ең артынан көрінсе де болады. Оған ренжімейміз, деді. Мақтаншақ дипломаттар кеуделерін керіп, бір-бір жөткірісіп, шірене түсті де, бұл тілекке қарсы болмады. Орыс дегендер тек соғыстағы өлермендіктері болмаса, біз сияқты мәдени-техникалық күштерді қайдан білсін десті іштерінен. Бірақ бұл ойлары көпке бармай, күрес басталғанша өзара шектенгендей көріністер байқалды. Күрес басталды. Палуандар Париж халқына неше алуан күштің кереметін көрсетті. Аузын арандай ашып, ырылдаған арыстанды аяғынан ұстап лақтырып жібергендері болды. Кейбірі үйдей үлкен өгізбен сүзісіп, еріксізден ұлыған иттей шоңқайтып отырғысып кетті. 2 пұттық кердің тасынан 5-еуін болат шынжырға қосақтап алып, жеңіл шардай төбесінде ойнатқан палуандарды көргенде, көрушілердің есі шығып кеткендей шулады. Білектей темірді мойнымен, сом темірді тісімен майыстырғандарға жиналған халықтар қол соғып, құрмет көрсетісті.
Екі білегіне екі аттың қайысын іліп алып, қозғалтпай тұрған палуанды да көрді жұрт. Созған қолының алақанына тақтай қойып, 4 адам мінгізіп, цирктің шеңберін айналғандар болды. Төбесінен тұрып, аяғының үстіне тақтай қойып, 6 адам ойнатқандарды көрді жұртшылық. 2 пұттық тасты кеудесіне қойып, жарты пұттық шойын балғамен ұрып сындыртты бір палуан. Үндістан палуаны өз мырзасын үй ішімен жайылған дастарқан, құюлы шарабымен дөңгелек тақтайға отырғызып, төбесімен көтеріп келді көпшіліктің алдына. Африка палуаны 30 пұттық пілді иығына тұрғызған бойы көпшіліктің алдынан өтті. Тағы толып жатқан күш өнерін көрсетушілерді Париж халқы қошеметтеп қарсы алды. Оның мерзімі аяқталып, жұрт тарқарда. Ертең Россия палуандарының өнерін көресіздер, деп хабарлады цирк басқарушысы. Цирктің бірінші күні өте көңілді өтті. Соғылған қол Париждің қаласын жаңғырықтырды. Өнерін көрсеткен күш иелерін әркім әртүрлі етіп аңызға айналдырып бара жатты. Келесі күні цирк маңынан жан жүріп болар емес. Мерзімді сағаты жеткенде қоңырау да безілдеп қоя берді. Алуан түрлі халық тіресіп ішке кіріп жатыр. Жұрт орындарына отырғаннан кейін цирк ашылғанда орталық шеңбердің алаңында басқа палуандардың дайындатып қоятын ойын құралдары көрінбеді. Алаңның қақ жартысын басып, дөңгелек қалың тақтай жатыр. Осыдан басқа көз тартар ешбір зат жоқ еді. Бұлар өнерлерін жүгіріп, секіріп көрсетеді екен ғой. Онысы күнде көретін ойындарымыздың бірі шығар деп ойлады отырғандар. Россияның палуандарын күтіп отырғандардың арасында әртүрлі өсектер де лезде тарап жатты. Орыстар бала-шаға жіберіп, суретін көрсете алмай отырмыз дегенді естігендердің жүгері құм болғандай, үміті кесілгендей болды. Оқуды жаңадан бітірген палуандар дегенді естігенде, әйтеуір кішкене бейнелі біреулер шығады екен деп күтті. Сабыры сарқылған жұрт қолды соққан үстіне соқты. Әдет бойынша палуандар ортаға шығып, басқарушы олардың атын айтқанда, көрермендер бастарын изеп, сүйіспеншіліктерін білдірер болар еді. Бұларда ол жоқ. Самсап келіп тұрған палуандар жоқ. Алаң әлі бос тұр. Әлден уақытта ойынды басқаратын француз шықты. Орыс палуандарының күш көрсететін ойыны басталды. Тыныштық сақтауларыңызды сұраймын, деді. Елеңдеген ел цирктің қосалқы есігіне қарасты. 18 пұттық рельске цирктің 25 қызметшісін мінгізіп, денесінің бұлшық еттері білеуленіп біреу шықты. Жайлап келіп басқан аяғынан ешқандай ауырлықтың әсері білінбейді. Бейне бір мереке маршына еріп келе жатқан әскердің адамы сияқтанады. Жан-жағына паңдана қараған ол ортаға келіп тұрған кезде, Шығыс Европаның үздік атағын алған орыс палуаны Дубный осы дегенде, алдыңғы қатарда отырғандардың үрейі ұшып кеткендей болды. Ал қалың көпшіліктің дүбірі циркті жарып жібергендей. Палуан алаңды бір айналдырып ортаға тұрды да, отырған елден тағы бірнеше кісі шақырып, рельстің екі басын бастырды. 40 кісінің салмағымен иілген рельстің екі басы жерге тиді. Сонша салмаққа бүгілмеген алып тұлға темірден құйған мүсіндей болып көрінді. Оның артынан 8 пұттықтан 2 сандық тасты қолтықтап, 2 пұттық шойын балғаны тісімен тістеп келген палуанды Дмитрий Мартынов деп таныстырды көпшілікке. Сәлден кейін 5 пұттық 2 гердің тасын 2 шынашағына іліп, резеңке доптай ойнаған күйі келіп кірген палуанды. Бұл сахалиндік Иван Корень, деді цирк басқарушысы. Соңғы 2 палуан осындай ауыр заттарды көтере келіп, көпшілікке күштерін көрсетіп өткеннен кейін, басында айыр қалпағы бар, үстіне ала жібек шапан киіп, жалпылдақ жүнді, үлкен айыр өркеш атанға мінген біреу шықты. Бұл көрініс Европа еліне Шыңғыс хан тіріліп қайта келгендей болды. Балалар шуылдап, үлкендердің соққан қолдары оның аты жөнін айтуға да мұрша бермеді.
Отырғандар орнынан тұрып, бірінің иығына бірі асылып, таңырқай қарап, көпшіліктің дүбірінен цирктің іші дауыл соққандай болды. Бірақ онымен палуанның жұмысы болмады. Түйеден түсе қалып, оның алдыңғы екі аяғын балтырымен қағып жіберіп, шөк деді. Иығынан қапсыра ұстап, тұқырта басқан құдіретті қол атанды мыңқ дегізіп шөгеріп тастады. Жүндес сирақтарының бүктесініне қайысты іліп жіберіп, бауырына салған мықты қайыстан ұстап түйені өз иығына қағып салды да, көтерген бойымен цирктен қайта шығып кетті. Көзін қадап, анталап тұрған жұрт қалай көтеріп әкеткенін де білмей қалды. Палуанды қайта шақырған көпшіліктің үні цирктің ішін жаңғыртып жіберді. Қайда әлгі алып, шақыршы өзін, анықтап көрейік деген дауыстарға. Сабыр етіңіздер, келеді қазір, деп булықты басқарушы. Қайта көруге асығып, есікке қарай үңілген ел палуанның ақ қалпағы көріне бергенде-ақ қолдарын соғып, цирктің ішін барабанның шанағындай гүрсілдетті. Ағаштың үгіндісін төсеген орталық алаңға әкеліп, салған тақтайды сүйемдей жерге батыра, арбаны тісімен тартқан алып ортаға келіп тұра қалды. Арбаға жабылған ақ жабудың төрт жағына бірдей етіп, төрт тілде қарамен жазған жазу бар. Арбаның салмағы 75 пұт деген жазу айқын көрініп тұр. Шығыс Еуропаның үздік атағын алған Россия палуаны Мұқан Мұңайтпасов, деді басқарушы. Бұл орыс емес, моңғол ғой өзі, деген дауыстар тұс-тұстан шықты. Я не монгол, рус, из казахской степи, деді қоңыр дауысты палуан. Музыка жайлап алуан түрлі үнмен ойнай бастады да, үн ырғағымен орыс палуандары өнерлерін көрсете берді. Қаласын кездім талай дүниенің, таныттым мені туған қазақ елін. Үстімнен жүкті автобус жүрген уақытта, сонда да қайыспаған қайран белім, дейді Қажекең. Сом темірді мойнына бұрып, галстук ету Мұқанның жеңіл өнерінің бірі еді. Оны жұрт көрді. Кенет музыка долдана тартылды. Жатқан сандық тасты төрт кісі әзер көтеріп келіп, Мұқанның қап төселген кеудесіне қойды. Қане, кім ұрып сындыра алады осы тасты деген көпшілікке сұрау қойылды. Мен ұрамын деп келген біраз адамдар 2 пұт балғаның сабын ұстап, басын көтере алмай тастай берді. Көзі жымиып, 2 алақанымен тастың 2 шетін ептеп көтеріп палуан жатыр. Жалаңаш кеудесіне қойылған 8 пұт тасты ұрып сындыру да көп адамға оңай тимейтіндей еді. Мен көрейін деп үнділік рига рибер деген палуан балғаның сабын ұстады. Тасты бір ұрғанда сындыру шарт ете қалды. Кәрі бүркіттей тұмсығы оралған алып балғаны құлашын кере көтерді. Ол сонау түксіз арыстанның кеудесінде көрініп жатқан денеге гүрс ете қалмақшы. Нажағайы жарылмай түйілген бұлттай булығып, музыка үнін өшіре қалды. Мыңдаған көздер көтерілген балғаға қадалды. Қауіпті көрініске көз тоқтата алмай, бетін қолымен баса қалған сан адам болды. Тынған музыка жайылған бомбадай шаңқ етті. Шойын балға тиген тастан бір құшақ ұшқын жарқ етті. 2 бөлінген қара тасты алақанмен атып жіберіп, палуан орнынан ұшып тұрды. Дегенмен мәдениетсіздеу ойын екен, деді немістің бас палуаны тыжырана қарап. Россияның есейген палуанын іздеп, мыналарды ол қысынып отырған біздің палуандар енді не дер екен? Осындай күші бар жас палуандарын әлде болса да жығамыз деген үміттемекен, десті шетелдің дипломаттары өзара күңкілдесіп. Ертең күрес басталады. Қапы қалмаңыздар, деді цирк басқарушысы тарағалы орындарынан тұрған көпшілікке. Париждегі халықтың сол күнгі әңгімесі тек орыс палуандарының теңдесі жоқ күштері болды. Цирктің билеті мөлшерсіз қымбаттады. Жұмысшының 7 күн істеп тапқан ақшасы циркке бір күреге зорға жететін болды.
Оның үстіне ертемен барып билетті саудагерлер жинап алып кешке 2 бағасына сататын. Сондықтан жұмысшылар тек түйе көтеріп, рельс иген орыс палуандары күресетін күнді ғана аңдады. Циркке кезекпен кіргендерін біріне бірі айтып беріп тұрды. Күресетін 44 палуанның екеуі орыстар көтерген рельсті көтереміз деп мертігіп, қатардан шығып қалды. Қалған 42 палуанның күресі басталғанда, алғашқы 10 күнінде орыстың не жығып, не жығылмайтын 2 палуаны үздіксіз қатынасып отырды. Олар Дубный мен Мұқан еді. Бұл екеуіне дәрігерлер рұқсат етпегендіктен тек күрескендерді көріп отыратын болды. Үндістанның палуанын араб палуаны, арабты түрік палуаны, итальянды ағылшын палуаны, ағылшынды неміс палуаны, немісті француз палуаны, француз палуанын түрік жығып, күші басымдардың шоқтығы көрініп-ақ қалды. Қолданатын әдістерінің де беті ашылды. Орыстың 2 палуанының күреске қатынасуын сұраған жұрттың тілегі көбейді. Кейін іркілген палуандар күреске қатынасатын болды. Палуан өнерін үйрену үшін Россиядан шығып, шетелден ұстаз іздемеймін, туған елімде тәрбиешілер маған жетеді деген Дубныйдың сөзі өте орынды айтылған сөз еді. Әлемдік чемпион атағын 7 рет алған Иван Дубный өз отаны туралы қателеспеді. Дядя Иванның мектебі орыс палуандарын заманаға сай етіп тәрбиеледі. Күрестің сыпайы түрі французша күреске мүлтіксіз жетілдіргені сонша ұстаздан шәкірт озды дегенді Парижде көзге жарқын көрсете білді. Мұнда дес бергенде сәті түсе қалған кездейсоқ еш нәрсе жоқ еді. Қолы жеткен табыс, өктем, күш, жете үйретілген шеберлікке байланысты болды. Іріктелген палуандар 2 топқа бөлінді. Оның біріншісі салмағы 5 пұт, 13 қадаққа шейін тартатындар. Олар жеңіл күресте Париждің чемпион атағын алмақшылар. Екінші топ салмағына сай ауыр күреске қатынасушылар. Олардың үздік шыққаны әлемдік чемпион атағын алады. Орыстың 2 палуаны сол екінші топқа қосылды. Николаны жыға қоятын жан әлі туа қоймаған шығар десті. Отырған жұрттар алыптың аты аталғанда цирктің төбесі төңкеріліп түскендей болып қол соғылды. Сол алыптың тұлғасы орталықтан көрінгенде, бірақ күрес ойлаған жерден шықпады. Артынша арсылдай ұмтылған Николаның мойны Дубныйдың құрыш қолына ілікті де иығына асыра атып жіберді. Оның ауыр денесі құлаған жартастай кілем үстіне сарт ете түсті. Палуандардың күресіне қадала қарап отырған жұрт Николаның қалай жығылғанын сезбей де қалды. Құлаған Николаның басынан аттап бара жатқан Дубныйды көргендер қолдарын шапалақтап сүйіспеншіліктерін білдіріп жатты. Ертең жауырының жерге тиетін күн екеніне сене бер, деді жарты сағат шабуыл жасап, алуан әдісінің бірін іске асыра алмаған ызалы палуан Рауль айрылысып бара жатып. Алжасып айтпасаң болғаны, деді. Оның барлық әдісін көңіліне түйген Дубный қолын көтеріп. Ертеңіне күрес алаңына Рауль әндетіп келді. Ол өзін асқақ ұстап, жан-жағына тәкаппарлана қарауда. Мен мұның осы үнін танауынан шығарам, деді Дубный жанындағы серігіне күле қарап. Қоңырау қағылды. Палуандар алаңға шықты. Білеуленген бұлшық етті құрыш қолдар бір-біріне созыла бергенде, Дубный тәкаппарсынған палуанды арыстандай бас салды. Бұл кездесуде өзінің жеңісінен басқаны ойламаған Рауль қайратын қайырып, денесін қусырып бара жатқан күшті көктен түскен құрсау шығар деп ұғынды. Суық ұрған шөптей сом денесі босап, қол-аяғының дәрмені кетіп, сығымдалған мақтадай жымырылып, Дубныйдың қолтығына кірді де кілем ортасына жамбастай сұлады. Еркін күшті айрықша шеберлікпен жұмсаған орыстың жас палуанына Париж халқы әрі сүйсінді, әрі таң қалды. Бірақ жерде жатқан 2 палуан тез айрылса қоймады. Жамбастата басқан орыс палуаны бір қолын қолтық астына сүңгітіп жіберіп, бір қолымен мойнын орай сығып, тырп еткізбей жата берді. Оның жауырынын жерге тигізу үшін де асықпады. Қараушылар үшін сондай бір мәнерлі, сыпайы шабуыл болды.
бірақ Раульдің тынысы минут сайын тарыла берді. Кеудесін қышқаштай қысып жатқан Дубный ойнап жатқан баладай сыбырлай сөйлеп: «Бұл ыстық құшағым сенің тәкаппарлығың үшін, сені тәкаппар етіп тәрбиелеген Париж үшін», деді. 42 минут өткенде Рауль қырылдай үн шығарып: «Мынау мені босатсын, төтенше айтайын дегенім бар», деп сұрады төрешіден. «Жоқ, ол болмайды, бұл қашып кетудің айласы», деді Дубный. Ол зарланып қоймаған соң төреші босаттырды. Есеңгіреп қалған Рауль төрешінің столына сүйене тұрып, күресті енді созудың керегі жоғын айтты да көпшіліктің арасына кіріп кетті. Оны пірім деп санайтын офицерлер қызынып: «1000 франк береміз, қайта күреске түс», деп шулады. Бірақ Рауль басын шайқап күрес алаңына жуымады. Ондағы қулығы «жауырыным жерге тимей кеттім» деу еді. Оған Дубный көнбеді. «Біз орыс жұрты майданнан қашқанды жеңілді деп есептейміз». Рауль жығылды. «Оған мойындау керек», деді. Оның сөзін қостаған үндер циркті жаңғыртып жіберді. Басқарып жүрген төреші көптің ұйғарғанын орындады. «Ертеңгі күрес Мұқан мен Қажығалидан басталады», деп жариялады цирк басқарушысы. Ал ертеңгі билетті цирктен сол түні сатып алысып тарқады. Сынға түсетін Мұқанға Дубныйдың Николаны жыққаны елестетеді де тұрды. Париждің орталық бағын сайрандап қайтатын палуандардың күндегі әдеті болатын. Мұқан ала шапан, ақ қалпағын киген күйі, күміс шақшасын қолына ұстап, бақ ішінде келе жатты. Күнде бірге жүретін Дубный Россия өкілдігіне кетіп, бүгін жалғыз еді. Хауызды қалың ағаштың жанына бара бергенде, күтпеген жерден көлденеңдеп, шашақты қызыл тақия киген 2 түрік шыға келді де: «Туған, сәлем», десіп қолдарын қусыра амандасты. Әлденелерді ойлап, жай басып келе жатқан Мұқан лажсыз бөгеліңкіреп: «Сәлем, сәлем», деп беттеріне қарады. Біреуі өзімен кеше күресіп жығылған Қара Мұстафа екен де, екіншісі сұлу киінген түріктің біреуі екен. Шыққан жағына қарай қолдарын ұсынып «Мархаба, мархаба» десті. Ағаш арасындағы саяжайдан дабырлап сөйлеген бір топ түріктердің үні шыққан жақты көрсетіп, 2 түрік екі жағынан қолтықтап, солардың алдына алып келді. Ол жерде 7-8 түрік бас құрап, ортасында басына ақ жібек, кішкене сәлде орап, жыға шынышқан бегі де бар екен. Кальянға темекіні үйе салып, кеңірдек резинкамен кезек-кезек тартып, бұрқыратып отыр. Бегінен басқасы орындарынан тұрып, мархаба айтысып амандасты. Өзара араб тілімен сөйлесіп, қарқылдасып күлісіп алды. Олардың не айтып, не қойғанына Мұқан түсінген жоқ. Дене бітіміне, алып тұлғасына бегі сұқтана қарады. Ол кезде Мұқанның құлақ, мұрны аман, семіріп, денесі бұзылмаған сұлу кезі болатын. Иіні тақтайдай, кеудесі кебежедей керіліп, шығыңқы, жуандамаған мойнынан басы үлкен көрініп, тек қарағаны бейне бір арыстан сияқты еді. Мұны көрген бегі айнала қарап: «Гол, говел егитха», деді жанындағыларға. Түрік тілі бұған түсінікті болар деп ойлаған бірі. «Сен мұсылман кардаш Түркістандыр», деді Мұқанның жауырынын сипай тұрып. Оның не айтқанына толық түсінбеген Мұқан ойланып тұрып, «Я не понял», деді орысша. Түріктер тағы араб, түрік тілін араластырып, өзара біраз қаудырласып алды. Ойланып қалған бек орысша сөйледі. «Сен түрік нәсілді мұсылмансың ғой», деді. «Иә, пұсырманмын». «Сендердің әкімдерің орыс емес пе?» «Иә, әкіміміз орыс, болысымыз қазақ. Сендерде мешіт, медресе болмайды емес пе?» «Біздің қазаққа олардың керегі де жоқ. Көшпейлі ел болған соң, қайтсын, түйеге артып алып жүре ала ма?» «Саудагерлерің де жоқ. Сендерде тұрғылықты базарда болмайды ғой». «Ой, саудагерлер деген судың балығы емес пе?» «Ел бар жерде олар бар. Бірақ қазақтың жек көретіні сауда. Сауда деген алдау, өтірік айту емес пе? Біздің ел ондайды сүймейді».
Сен орысты жақсы көресің бе, мұсылманды жақсы көресің бе? Мен кісіні алдап, өтірік айтпайтынды жақсы көремін. Ендеше өтірік айтпайтын мұсылман ғой. Әй, қайдам, әжем айтушы еді. Біздің елде пайғамбардың әулеті қожа болыпты. Елдің малы көп ұрланып, табылмай кете береді екен. Бір қазақ қожаның түнде қайырған тасбиығын тыңдаса, айналайын таспым сенен, күмән етпес ешкімменен, менің нәпсім болды пәле, жетіде жеймін бір тана, иллиллахи иллалла, депті. Сондай пұсырмандар толып жатыр. Оны өтірік айтпайды дегенге кім нанады? Қой, мен кетейін, деп Мұқан отырған орнынан тұрды. Сен кішкене сабыр ет, туғаным. Қайда бармақшы едің? Кешке күресім бар. Мына сусын сататын жерден 5-6 шөлмек сыра ішем де қайтам. Ол осында да бар. Қане, туғанмен танысқанымыз үшін тахли шараптан құйып жіберіңдер, деп бек кісілеріне қарады. Мұқан арақ, сыра, шарапты тұқыл шарап дейтін, сол түріктердің тахли шарап деген сөзін қызық көріп, айтып кеттім дер болар еді. Хауыздың салқын суына салып қойған үлкен күміс көзені алып келіп, күміс кеселерге толтыра қызыл шарапты құйды. Түріктермен соғыстырып, 2 рет тартып жібергенде Мұқанның шекесінен тер бұрқ ете қалды. Басындағы ақ қалпақты жұлып алып, бетін желпіп жіберді. Құлшынып жатқан палуанға әрқайсысы 3-4 кесені кезектеп, артық ішкізіп жіберді. Қызып алған Мұқан өлең айта бастады. Сұрасаң, Мұқан палуан менің атым, орта жүз, ұзын қыпшақ арғы атым. Арғы атам қара қыпшақ қобланды, қолдайды, күрескенде жұрағатын. Қандай керемет, әдемі өлең, десіп түріктер гуілдесе бастады. Туысқандарым, сендер үшін шейін, деп тағы 2 кесе тартты. Көзі жымиып, қолын керіп, білегінің бұлшық еті ойнап, ала шапанның жеңін бүлкілдете бастады. Кардашым, қалай, туысқандарыңның ортасында отырғаның есіңде сақтала ма? Еш уақытта ұмытпаймын. Бүгін кіммен күресетініңді білесің бе? Маған бәрібір. Созылатын қолы, ұстайтын белі болса болды. Кімде болса күресе берем. Сен олай деме, исламды есіңе ұста. Бүгін күресетін кісің мынау, деп бек өз жанында отырған қысық шеке, орақ мұрынды, денесі Мұқаннан 1,5 еседей үлкенірек Қажығалиді көрсетті. Бұл кәпір мемлекеттерінің 38 палуанын жығып жатыр. Ендігі қалған 2 палуан орыстікі. Оның бірі сен. Сен Қажығалиді жықсаң, Жихан палуаны атағын кәпірлер алғалы отыр. Егер сен жығылсаң, мұсылманның ақ туы жоғары көтеріліп, Жихан палуаны атағын ислам алып, Хазіреті Ғалидің аруағы риза болмақ. Мұның мәні бұ жағында екен ғой, деді шараптың уыты көзін қызарта бастаған Мұқан. Аха, енді түсінді. Күресте дін үшін жығылу былай тұрсын, әрбір мұсылман шахид болып жан беруі керек. Дұрыс, енді не істе дейсің? Бүгін Қажығалидан жығылып, абыройды мұсылманға алып бер. Ол үшін сыйыңды Стамбулға барған соң айрықша аласың. Мен айтамын, халифа өз қолымен саған береді. Анауыңда қалған бар ма? Тағы бір құйып жіберші, деп шарап құйып отырған түрікке иек қақты. Күміс кесені шеңберлете көзедегі шарапты сарқа құйып әкеліп берді. Төмен қарап, ойланып отырып, шарапты сіміріп жіберді де, жарайды, абыройды пұсырманға алып берем, деді. Алланың рахматы жаусын, деді бектің беті гүл жайнап. Мұқан қалпағын кимей, мұжғылап ұстап отырғандарға қош айтпай жүре берді. Неге қош айтпайсың? Деді Мырза Ахмет палуан күліп. Кешке серікте кездесеміз ғой, оған шейін қандай қош айту керек? Деді де Мұқан балпаң басып жататын жеріне кете берді. Мұнысы жығылатын болды. Енді орысты қайтсең де жығуың керек, деп бек Қажығалиға қарап қарқылдап күлді. Мұсылман деген сөзді түзу айтпайтын адамды мұсылман деп сеніп болмайды.
5 кісінің ішетін шарабын бір өзі ішті де кетті. Сол буына түсіп бірдеңе болмаса, жығылам дегеніне мен иланбаймын, деді ауыр күрсініп түріктің палуаны. Аңғалдау адам ғой, мұсылмандығы тағы бір есіне түсіріп, бісміллә айтып ұстас, жығылып қалуы мүмкін. Не де болса, кешке көрдік. Араб, Парсы, Мысыр, Үндістанның, Ұлыбритания, Германияның палуанын жыққан түрік палуаны Қажығали, орыс палуаны Мұқан Мұңайтпасов пен француз техникасымен күреседі. Бұларға берілетін мерзім 20 минут, деп жариялады басқарушысы. Цирктің ішінде аяқ басып тұрарлық ашық жер қалмай, лық толған халық қолды жаңғырта соқты. Жаңғырыққан дауыстың арасында француз тілімен екеуі де мұсылман палуаны деген бір түріктің көмескі дауысы шықты. Бірақ оны елеген адам болмады. Алаңға кердеңдей басып, кішігірім төбедей болып келіп тұрған түрік палуанына қарсы ала шапанды шешіп атып жіберіп, түгі жоқ арыстан бейнелі қара жігіт алдына келіп тұра қалды. Адуын палуан өзінен кішкене тұлғаға қызыққандай, пілдің балтырындай жуан білекпен желкеге періп жіберді. Бұрын қандай палуан болса да, опырылған шынарда ет бетінен бір түсетін еді. Бұл жолы олай болмады. Мұқанға да жеңіл тимеді. Ол еңкейіңкіреп барып, бойын жазып алды. Алғашқы күшімен басып тастамағанына ыза кернеген түрік тап бергенде ысқырық шырылдап басқарушы жолын бөгеді. Француз күресінде алғашқы қол тигенде сол жерге жыға алмаса кезегі өткен болып есептелетін еді. Мұқанның көзінен ашу оты ойнап шыға келді. Бұл сияқты аяусыз қимылдаған ауыр қолдың арқасына тигені осы болды. Тынық теңіздің бетіндей қимылсыз көзін қадаған адамдар мына орыстың палуаны жығылып қала жаздады деп отырғандай сезілді. Парижге келген күннің ертеңінде Степан Николаевич отанның абыройы, Россияның барлық азаматының ортақ абыройы. Сол Россияның таласқан иті болса да жеңіп шыққанын тәуір көреміз деп еді. Сол Степан цирктің бір қуысында Мұқанның тілеуін тілеп отырғаны көз алдына келді. Әжесі Айсары, аты шығатын адам алдымен өз басының намысын қорғайды. Өз басының намысын қорғай алатын кісі ауылдың абыройын сақтай алады дейтін. Мұқанның жығылғанын әжесі естісе не болмақ? Ақсамайлы, ауыр денелі кемпір Степанмен бірге циркте отырған сияқтанып кетті оған. Адуын күшті Мұқанды ашулы ыза кернеп, тісін бурадай қаршылдатты. Ортада тұрған күрес басқарушыны иығымен қаға ұмтылып шап берді. Ол мойнына жабысқан қолдың аспаннан түскен жайдың оғы екенін, не электрдің тоғы екенін сезбеді. Тау құласа тапжылмайтын денесі қаңбақтай дөңгеленіп қайда кеткенін сезбей қалды. Егін иығына қыса арқалай келіп, еңкейе беріп, басынан асыра атып жіберді де, арлан қасқырды алған бүркіттей бас салды. Оның ауыр денесі жақ ағашындай иіліп, жауының астына түсті де, жауырынын көтеретін аяғы бүгуге келмей қалды. Жерге тиген жауырынды еңкейіп көрген басқарушы ысқырығын алды да сағатына қарады. 4 минут ішінде түрік палуаны Қажығалиді Россия палуаны Мұқан Мұңайтпасов жықты, деді. Көпей оғлы мұсылманшылық арың антың қайда? Деді қос қолын тіреуіштеп орнынан әзер тұрып жатқан Қажығали. Жығылып алған мұсылман атақтан, жығып алған палуан атағым жақсы, деді ашуы әлі тарқамаған Мұқан қабағын түйген бойымен. Менде жығылайын деген ой өмірімде болып көрген емес, болмайды да. Бақ ішіндегі түріктердің тобынан ажырап жатақханаға келгенше алуан түрлі ойға түстім. Жасы менен 2 мүшелге жуық үлкен палуанның өз күшіне сенбей, маған жалынышты раймен жанындағыларға жайын айтқызып отырғанына аяғымда келді. Өзінің дәрменсіздігін ашық айтпай, түрік, туыс,
пұсырман, ислам деп түсініксіз бірдемелер айтқанына қатты ызам да келді. Әйтеуір жатақханама жеткенде соны бүгін жұқпай жіберсем қайтеді деген ой да елес бергенде еді. Оның алғашқы қимылы мені мейірімді ойдан жұрда етті. Дядя Иван бірден олай қимылдау өлтіріп жібергісі келгендердің әдісі дейтін. Ендеше онда пұсырмандық та, туыстық та жоқ, жаулық қана бар. Оның жығылған жерінен тұра алмай жатып, көпей оғлы деген сөзіне көп жылдан кейін түсіндім. Онысы иттің баласы деген сөз екен. Есіктен сағатта түсінсем, цирктен тірі шығармайтын едім, дейтін Қажекең. Ертеңінде күрес Поддубный орыстың атақты палуаны, жоғарыдағы Дубный Қажымұқанның атауымен алынған. Поддубный мен Қажығалидың күресі еді. Қарқыны қайтып, аруағы қожырайған палуан 14 минут алысып барып жығылды. Поддубный 40 палуанды жығып, 40-қа озып алға шықты. Оның дүние жүзінің палуаны атағын алуына өзінің досы, баулып өсірген шәкірті Мұқанды жығу ғана қалды. Мұқан Германияның аңсымен әлде қашан күресуге тиіс еді. Ол Поддубныйдан жығылған соң көңіл хошы болмай күнде ауыратын болды. Бұрын селеңдеп, ретсіз жерден ақ көріне беретін палуан енді циркке де сирек келетін болды. Келсе елеусіз жерде отыратын еді. Бірақ 3 күн бұрын атақ даңқын жазып, әр көшеден суретін көрген палуанның ақырғы күрестен тайқуына көпшілік көнбеді. Күнде сұрап шуылдап, амалсыз күрестірді. Күнбе-күн өрістеп өскен күшке, күзгі судай құлдырап қайтқан күш төтеп бере алмай Мұқаннан да жығылды. Үздік шыққан 2 палуанды ортаға комиссия председателі француз, дүниежүзілік күрестің 1-ші, 2-ші орны да орыс палуаныкі. Ол екеуі осы алдарыңда тұрғандар, берілетін белгі мынау, деп бірі үлкен, бірі кіші 2 алтын медальды алақанына салып көрсетті. Бұл сый қалай алса да осылардікі. Комиссияға қатынасқан 13 мемлекеттің өкілі қаяусыз бақылап отырды. Қойылған шарт мүлтіксіз адал орындалды. Айла амалсыз, алдау арбаусыз, үздік күш жығып отыр деді. Соғылған қолдар кең циркті керней жөнелді. 2 баланың төбелескенін көрсе, кешке шейін жолынан қалып қарайтын әдет ағылшын билеуші топтарының ежелден ата салтына айналған емес пе? Солардың өкілдеріне 2 орыстың күрескені бір түрлі қызық сияқты көрінді. Егер қара түсті адамды ақ түсті біреу жеңіп кетсе, ол ақ нәсілдің айрықша біткен қасиеті. Ақ түстіні қара түсті жеңсе, аюдың адамды жеңгеніндей уақиға деп түсінетін адамдар енді мына екеуінің тайталасын көргісі келіп ынтықты. Дүниежүзілік күрестің жүлдесін кімнің жығып алғанын көзімізбен көреміз, енді өздері күрессін, деді белгілі дипломаттар. Үй ішіне тиген үлесті бөліп беремін деу шетел кісілеріне өрескелдік емес пе мырзалар, деді Степан Николаевич. Шығыстың адамды біз Россияның үй іші деп еш уақытта есептемейміз. Бұл біздің шайнап, ақжем қылған саясатымыз, деді біреу. Әрине, дүниені бөлетін саясат болмаса, адамның адамнан бөлінгісі келе ме? Күресіміз десе өздері білсін. 1-ші мен 2-ші орын Россияныкі екені ақтымен белгіленді, деді Степан. 2 палуанның жекпе-жек күресуін қадала сұрап қол соққан үркердей ғана азғана топ болатын. Палуандардың үздік шыққан жеңісін құттықтап, көпшілік қолдарын біркелкі соғып, ұзақ уақыт тұрып алды. Ағаның жолына әдепсіз кісі ғана таласады. 1-ші орын мына кісінікі, деп сирағынан құса ұстап, тіп-тік көтеріп, иығына тұрғызды да, Поддубныйды кенеттен есікке алып кетті Мұқан. Парижден әрбір мемлекеттің бас палуанын жыққанда ғана алатын 8 медальға қосып, кіші алтын медальды тағып қайтты. Оның әлемдік палуан атағы мен үлкен
алтын медаль алуы осыдан 8 жыл кейін Швейцарияда болды. Палуандар Петербургке келген соң, олардың Париждегі көрсеткен күштері, үздік шыққан өнерлері жалпақ елге аңыз болып тарады. Сауданың жарнамасы болып отырған кейбір газеттер елеусіз жерге палуандардың суреттерін амалсыздан басып, бір-екі қатар сөзде жазған болды. Париждегі өкілдіктің сипаттамалары сыртқы істер министрлігіне келіп, кейбір жеке кісілердің ұсынысы бойынша дүниежүзілік чемпион атағын алғандарға және қатынасушылардың бәріне медаль берілді. Поддубный мен Мұқанға патшаның басын салған үлкен медаль тағылып, Мұңайтпастың баласы ақ патшаның палуаны болып, соның өз үйінде тұрады екен деген қазақ даласына лақап та тарады. Ой, тобай, онда шоқынып кеткені ғой бақырдың, десіп кемпірлер аузын сылп еткізсе, шалдар бастарын шайқап таңдайларын қақты. Көргендердің айтуына қарағанда шоқынбаған сияқты. Басына шатырдай ақ қалпақ, үстіне бұхардың ала жібек шапанын кигізіп қойыпты дейді. Жұма күндері көшеге шығып жүретін көрінеді, деп кейбір қыдырма шалдар өз алдына көкіді. Жалғыз көзді жынмен күресіп жығыпты, өгіз мүйізді дәумен күресіп жығыпты, десіп қазақ даласы мөлшерсіз даурықты. Қызыл сақал Хәзірет Мәдінің өзі Мұқан дегенді айтыпты кейбірі, шамасы қиямет қайым жақындап ұзамай жер бетіне тажал шығатын болса керек, деп көп ел өзінше үрейленетін болды. Бұларды құлағы шалған қазақ қалайда Мұқанды бір көруге ынтықты. Бірақ елді қанша сағынып аңсаса да қайтуға уақыт таппай, күреске құмартып алған палуан шет мемлекетті кезіп күрес қызығына түсіп кетті. Россия атына ұят келтірмейтін, ар-намысын ақшаға сатпайтын палуаны бар орыс халқы күрес болады деген қалаға даңқты палуандарын шақырған қай ел болса да іркілмей жібере берді. Мұқанның кейінгі сапары Лондон, Анкара, Ирак, Иран, Үнді, Қытай болып 3 жыл бойы өмірі жол жүрумен өтті. Қазақтардың ауылда айтқан аңызындай, ол патшаның үйінде тұрмады. Тіпті патшаны көрген де емес, көрмегеніне өкініш те етпеді. Оның жатса тұрса аңсайтыны, көруге ынтығатыны, көзінен таса болмайтын қасиетті елесі Қызылжардағы полицмейстердің қорасының алды болатын. Жасы өсіп есейген сайын, өмір қызығын көрудегі өресі ұзайған сайын, өзі барған түрлі елдерге талай уақиғаға кезікті. Кенеуі кеткен кейбір елдерде жалпақ дүниеден саясы түсетін жапырақ таппай, нақақ өліп, қарызы үшін құл болып сатылып жатқан талайды көрді. Солардан туған ой толқыны өзінің еліндегі мейірімділік пен бауырмалдықты еріксіз көзіне елестететін болды. Атқа берген төлем, Сапарбайдың үйіндегі кеш, Қабан көлдегі жиын, таза жанды добрый рабый, таза ниетті дядя Иван, Дубныйдың тұлғалары, Париждегі мейірімді Степандар көшпелі бұлттай тізбектеліп көз алдынан өтіп жатты. Мейірімді, қойны кең, өз елім, өресі биік Россиям деп талай күрсінген күндері болды.